Диана Баймағанбетованы қарсы алуға келдік. Алматы мен Астананың белсенділері Қызылордадан келіп жатыр. Келген галактикалар телема деп. Елу шақты адам келді. Белсенділер Диананы қарсы алуға. Диана күтудеміз. Уақыт аяқ болды. Батыр қызымыз шыққалы жатыр. Алматы қаласының тергеу абақтысы 18-ші. Қуаныштымыз өте, көңіл күйіміз өте көтеріңкі. Халқымызға тілейтін тілегім. Ояныңыздар, бірлікте болыңыздар. Осындай батыр қыздарыңызды қолдаңыздар. Біз қолдауға зәруміз. Өз басым былтыр тамыз айында қамалғаннан ақпан айында шыққан болатын. Сол болмашы бір ойлап тапқан қылмыстық істер ешқандай қисыны жоқ. 405-ші бап, бірінші, екінші тармағы. Оның бәрі әрине жасанды. Барлығы біздің тарапымыздан дәлелденген, ата заңымызға қайшы келіп тұрған. Бірақ мынау Тоқаев айтқан еститін мемлекет сол баяғы есту қабілетінен мүлде жұрдай. Сондықтан да қазақ халқымыз өздеріңіз ояныңыздар, ойланыңыздар. Ел жер азғантай белсенділерге ғана керек емес, барлық қазақ халқына керек деп ойлаймын. Сондықтан да алға қазақ елі, алға көшек партиясы, бірлікте ғана жеңеміз. Диана! 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 Жеңдік! Қазақ елінің бір жеңісі! Құтты болсын, қадамынан ұтаусын. Батыр қарында. Қазақстан жасасын, Қазақтан жасасын, алға Қазақстан. Әдемі болып қапты ғой біздің Диана, красавица. Шашы өсіп. Девочка тоже обниму. Землячка ты моя, арғынка ты моя. Диана біздің қазақ елінің бір жеңісі. Қалмақты жеңіп шықты. Қаймықпай. Қазақтың батыр қызы, қайсар, қайтпас. Біздің батыр қарындасымыз. Біздің батыр қарындасымыз. Диана. Жүрді далаға шығай, далаға шығай. Сен барал. Молодец, шоумен Диана. Сумкасын, қайда? Міне тұғын. Жігіттерге. Вытащим страны. О, брат и сестра вас соединили. Да, брат и сестра.
Құтты болсын бостандық. Вперед, вперед! Диана, жылама, Диана. Батыр ағаларың келді. Алмат пен Әсет Әбішев. Қара, батыр ағаларың. Қошемет батыр қызға. Қалмақ. Жеңілдің бе? Мынандай қыздан. Не айтасың? Бәрі жақсы. Қазір өзіме келіп алайын. Все хорошо. Держимся. Главное живы, главное здоровы. Қазақстан халқына, барлық азаматтарға үлкен рахмет. Сіздердің ниеттеріңіз үшін, тілектеріңіз үшін, дұғаларыңыз үшін, баталарыңыз үшін. Ауызбіршілігіміз мықты болсын. Жақсылыққа жетеміз. Жеңістікке жетейік. Біз дұрыс жолдамыз. Аққа Құдай жақ. Жігіттерден үлкен сәлем. Оларда бәрі жақсы. Санап отыр бағана. Аз қалды деп, 1,5 сутка, 2 сутка ма деп сөйтіп. Енді 3 жыл отырып шығамыз деп отыр ғой оларда. Образование алсақ па дейді, жай отырмай 3 жылда. Соны айтып жатыр. Қысқа дайындалып жатыр, қыстық киімдер керек енді деп. Кітап оқып жатыр, денсаулықтарын күтуде. Сол енді қазақ халқы, біздің өзіміздің отанымыз, өзіміздің қолымызда. Осы сөзден өздеріңіз ары қарай бір тәжірибе жасай беріңіздер. Айтарым осы. Айналайын, жаным қазақтың батыр қызы, аман бол, ботам. Айналайын. Қызылордадан келіп отыр аған. Арнайы. Қазақтың мақтаншысың, жана. Рахмет. Жаным сол. Все хорошо. Енді тірі адам, тірі деп қой, бос адам бостандықта жасай береді ғой сін. Әрбір адам өзіміздің жүрген жерімізде қолдан келгенше ұмтыла берейік әділдікке. Қалған Алла тағала жолымызды ашады. Айналайын. Бәрі жақсы болады. Жаным, менің ботам. Мақтан тұтамыз осындай қазақ халқында осындай батыр қыздарымыз болғанына қуаныштымыз. Әлі жеңістің бәрі алды, қуаныштың бәрі алды. Мына бүгін сотталып кеткен бауырларымызға не тілейміз? Ең бірінші сабырлық. Бұл да бір сынақ Алладан берген. Осы сынақтан сынбай, мойысмай, ол рухтарын түсірмей, ол рухын көтеру үшін осындай халық саны көп болып, оларға қолдау жасау керек. Егер халық қолдасақ, олар ерте шығады. Оларына рухтары сынбайды. Сізге көп рахмет. Әке-шешеңізге рахмет осындай қазақтың батыр қызын тәрбие шығарғаны. Өсіргенде. Шпурлики, отчаиваться не надо. Все будет хорошо. Отсидят свое достойно, выйдут, ничего страшного. Конечно, закаляться еще больше. А так шпурликте самое главное қосылып бізге билікті ауыстырайық. Все в рамках закона, конституционным путем, мирным путем. Мы сменим эту власть, бояться не надо с нами. Посмотрите, какие лидеры, какие замечательные люди, которые сильные духом. Духом сильным быть — это немало делов на самом деле для того, чтобы пережить подобные вещи, тем более в нашем государстве, в котором тюремная система очень нехорошая. Вы сами видите, как суды проходят у нас в закрытом, открытые суды заходят в закрытом режиме. За правду дают по 5 лет у нас уже. То, что давали 4 года мне, им уже по 5 лет дают. Поэтому такие вещи нужно освещать и показывать о том, что мы
живем не в правом государстве на самом деле. И Конституция у нас нарушается в прямом смысле. И Диана, и мы показатели тому, что нас судят за правду и за то, что мы хотим жить по-другому и иначе. Поэтому, Диана, поздравляю. Это освобождение, это и наша победа общая. Рахмет айтқаныңыз. Этот процесс уже не остановить. Иә, но енді тоқталмайды. Міндетті түрде жеңеміз. Не, Әсет айтқандай, бейбіт түрде бандит билікті ауыстырамыз. Бәрі жақсы болады. Нағыз демократиялық қоғам құрамыз. Айтқаныңыз. Осындай міне батыр қарындастарымыз аман есен шығып, бізді қуантып, енді қалған батырларымызды енді күтеміз. Оған енді бар күш-күшімізді саламыз. Енді тек қана жақсылықта кездесейік, ағайын. Күш бірлікте, алға Қазақстан. Я хотел бы выразить вам и бағын комментарий сұрағым. Мен сол семейлікке алдық. Сен әрін еске отырсың. Алайын. Қазақтың батыры жәнің сол. Аман бол. Можно мен хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в освобождении и вообще во всех этих процессах. Адвокатам, всем правозащитникам, всем адвокатам, всем активистам огромное спасибо. Это все благодаря вам, благодаря нашей поддержке. Хотел поблагодарить. Жанара Волгобаева, можно вас? Назарбаевтың концлагері ма? Спасибо. Это Жанаре. Спасибо адвокату не только за ее профессионализм, а за ее человечность. Она очень нам помогла. И огромное спасибо. Всем спасибо. Да, адвокат Жанара Волгобаева проявила отвагу, смелость, защищая гражданских активистов. Ее заслуги в этом пути не меньше смелых наших активистов, потому что и вы знаете, вы слышали, что адвокатам даже грозили лицензии, и вообще им страшно было, конечно, в этом пути тоже защищать нас всех, но Жанара Волгобаева одна из тех, которая отважилась защищать и отстаивать наши права. И спасибо вам большое за вашу проделанную работу, за вашу смелость, за ваш патриотизм, справедливость. И пусть в дальнейшем у вас все будет получаться так, как вы стремитесь к этому. Қорғаушымыз не айтады екен? Айтасыз ба? Спасибо вам. Спасибо за поддержку. Спасибо. Я очень рада, что ты вышла, Дианочка. Мне очень приятно видеть, что ты на свободе. И, к сожалению, что все ребята не вышли. Я рада видеть здесь Алмата Жумагулова и рада видеть Асета Абишева. Рада, что вышел Арон Атабек. И я считаю, что все гражданские активисты и все, кто ратует только за права человека, они должны быть на свободе. И люди не должны нести ответственность за свободу выражения мнения. Это их мнение, и оно открытое, честное, и без всяких призывов к свержению и насильственных действий. И за это никто не должен нести ответственность. Я считаю, что их права нарушены, и мы их будем отстаивать. Спасибо всем, кто Әрине. Да, ну, братик. Сейчас. Асқар ағам. Ассалаумағалейкум, тағы да қазақ елі. Міне бүгін үлкен той болып жатыр. Менің ең жақсы көретін осындай қарындасым. Мен қасымда Дулат Ағаділ батыр бауырымыздың былтыр 24 шілдеде бірге ту ұстап көтеретін мені батыр қызы қазақ халқының Дианочкам өстіп қазақ халқы сіздердің қолдауларыңызбен, біздің маңдай терлерімізбен еңбек еткен осы қолдау көрсетіп шығып жатыр абақтыдан. Мен өте қуаныштымын. Ат терлетіп бүгін таңертең жеткен болатынбыз Астана қаласынан. Зубайда екеуміз отбасылы болып жатырмыз, естіп отырған шығарсыз. Әрине бізде қуаныш өте көп. Сол қуанышты күндер алдымызда деп ойлаймыз.
әрбір күнді мессенджер оларына дұғамен өткіздім. Шамам келгенше әрине көмектестім, өзім абақтан шықсам да бір себебі болсын. Соны әрине мен өте қуаныштымын. Денсаулығыңа да алаңдадым, қатты ауырып, осы көзімізге жас та келді, әртүрлі болды. Әрине біз өте табандылық танытып отырмыз. Мұның бәрі қате, мұның бәрі дұрыс емес. Мен 22 жақпанда солай шығып, сол мынау өтірік жалған қылмыстық іспен 405 бірінші, екінші бап дегенмен толық келіспей өстіп шыққан болатынмын. Сондықтан да жаным өте қуаныштымын. Қазақ халқы сіздерде осы қуанышпен бөлісіп, елдеріңізде не болып жатқандарын, елдеріңізге мынау бейғам қарамауларыңызды, еліміздің тағдыры барлығы біздің қолымызда екеніне өстіп, батыр қыздарыңыздан үлгі алып, солай өнеге тұтып, сіздердің де белсенділік танытуларыңызға тілектеспін әрине. Рахмет. Ал, Бикен. Қуаныштымыз, бәрін көрдім, олардың бәрі сен үшін деп отыр. Мынау жігіттеріміз сотталып кетті, енді оған амал жоқ. Оған осы тұрған бәріміз кінәліміз, халық та кінәлі. Бірақ олар отырғандар бәрібір сөз бостандығы бар, олар бізден батыр олар. Біз бас бостандығымыз бар деп мәз болып жүрміз ғой. Мына сәлемдеген нағыз батыр солар түрмеде отырса да ойларын, пікірлерін ашық айтып жатыр. Мына біздегі отырғандар диванда отыр, кейбіреулер батыр. Кейбіреулер үйлерінде жатыр, вообще бір күн күніне тәуба шүкір деп. Сондықтан халық бірігу керек та, көтерілу керек. Мынандай жағдайда қалдырмауымыз керек. Ал Диана, сен мен үшін батырсың. Жақсы, рахмет. Бәріміз қуаныштымыз. Балаларымызға, бауырларымызға жұмысты болсын. Мен 5 айлық екен боламын. Осы Алматы тұрмын. Мыналар астында, міне мынау қыз сен шығады деп. Танысып, Шымкенттен арнайы сізге келіп отыр. Ал, не айтасыз? Қуаныштымыз осы босап шыққанына Диана. Қолдауға келіп отыр. Таныстырып қойыңыз. Сәулембаева Қаламқас. Ай, рахмет. Түркістан облысы Түлкібас ауылынан келіп отырмын. Ал халқын таныс қойыңдар, тағы бір батыр қыздармен. Иә, ал жақсы. Қаншама адам? 30 шақты адам. Барлығы. Изгі істер өшпейді. Игілік ешқашан өлмейді. Изгі істерін халық үшін, еліміз үшін, болашағымыз үшін үлкен үлгісін жастарға. Ер азаматтардың істемегенін сен істеп отырсың. Ер азаматтарымыз әлі кеш емес. Әрине, ақиқат үшін, әділдік үшін күрескен, болашағымыз үшін күрескен осындай қарындастарымыз, осындай бауырларымыз көп болсын, ортамыз көбейсін. Шымкенттен келген батыр қызымыз. Айтып қойыңыз. Аты жөніңіз? Қаламқас, айналайын, бақытты болып. Келіп жатыр Дианасына. Ал, не айтасыз? Бостандыққа шыққанына қуаныштымын. Жақсылық, денсаулық тілеймін, денсаулығымды көп. Біз біргеміз, әрқашан қолдаймыз. Біргеміз, бірге болайық. Таныстырып қой өзін. Үлкен рахмет белсенділерге, яғни. Тоқтым, айтамай тұрмын ештеңе шынын. Айтқысы келіп өзіңіз қалды. Құттықтаймын. Тек алға, сен бізге үлгісің. Әрдайым біздің жігіттер де үлгі, яғни бірге болайық, көбейік. Айтқаның келсін. Тек қана бірлікте ғана. Өзін таныстырасың ба, таныстырмын? Тараз қаласының қоғам белсендісімін. Фейсбукта Ахан Қашыға болып келем. Өткен боққа қойғаннан кейін есім Тұрар болады. Тұрар Махамбеталиев. Ой, керемет, керемет. Бағдаттың сотында бірге болып едік қой. Жол жүрпадыңыз. Қуаныштымыз. Қызылордадан келген берсек. Қызылорда облысына келдік. Айтпай әліп қош жаңалы боламын. Янға, айналайын. Алың өмірің жарқын болсын. Әрқашанда Алла қолдады сені. Қазақтың батыр қызы. Алайын, бас еміз. Ал, біздің ақын Бауыржан Атимбаев шабыты кеп тұр. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен азаматтық белсенді Атимбаев Бауыржан, көше баласы. Мына бүгін батыр қарындасымыз аман есен шығып жатыр. Қуаныштымыз.
Сондықтан мен халқыма жолдауым, ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін, белге байлап тәуекелдің белдігін, белсенділер ақиқатты айтпаса, ойлаушы еді сенен басқа елдігім, өткізсе де өз өмірін черменен, белсенділер ел үшін терлеген, қазағым деп белін буған ерлерді, құзғын билік босатыңдар түрмеден. Иә, қазақ елі қаншама бауырларымыз ақиқатты шындықты айтқан үшін қаншама бүгін төрт ағамыз сотталып кетті. Сондықтан қазақ бауырларым, әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің жалғызым деп, осы елім жерім деген азаматтарға бостандық талап етеміз. Отырған жерлерінен алып шығайық, мына чіріктерді қолдарына беріп құртпайық. Кеше көрдік, Арон атамыз 15 жыл отырып шықты, мұқым денсаулығының бәрін алып тастаған мына чіріген билік. Осылай чіртпесіне кім кепіл? Сондықтан қазақ бауырларым, орындарынан тұрыңдар, көздеріңді ашыңдар. Осында елім жерім деген патриот азаматтарымызға қолдау көрсетіңіздер. Қазақ елі күш бірлікте, біз біріксек, біз алмайтын қамал жоқ. Алға қазақ елі. Ояндар қазақтар. Ояндар.